Қолда барын бағаламайынша адамның қалағаны болмайды. Мықты адам өз ашуын бағындыра алатын адам. Қартайған ата-анасын тастап кеткен адам жәннатқа кірмейді. Сабыр етпей жеңіс жоқ. Жоғалтусыз табыс жоқ. Қиындықсыз жеңілдеу жоқ. Нағыз көреген адам ғана әйелді бағалауды біледі. Нағыз оңбағандар ғана әйелді кемсіте алады. Жәннат қиындықтар артында жасырылған, ал тозақ рахат артына жасырылған. Шындығында ең бақытты адам сынаққа түспегені, ал егер басына үлкен сынақ түссе, сабыр сақтай алғаны. Балаңнан бақыт көргің келсе, өз ата-анаңа қуаныш сыйлай біл. Азға қанағат еткендер ештеңеге мұқтаж болмайды. Қызғаныштан құтылғандар тыныштықта өмір сүреді. Әлем 4 нәрседен тұрады: ғұламалардың білімінен, әділ билеушілерден, байлардың жомарттығынан және кедейлердің дұғасынан. Ойлаған ісіңіздің сәтті аяқталуы үшін оны жасырыңыз. Өйткені шындығында әрбір жақсылық жасаушыға қызғанышпен қарайтындар бар. Ішімдік барлық жамандықтың анасы. Егер өз бауырыңа деген жақсы көру сезімің болса, оны тезірек жеткізуге тырыс. Бұл әлемнің қожайыны емес, қонақ секілді өмір сүр. Аманат етілген нәрсені тезірек өз иесіне табыстауға асық. Саған сатқындық жасағанды сен сатпа. Ұзақ өмір сүргің келсе, мұқтаждарға қолыңнан келген көмекті аяма. Ең жақсы адам өз отбасына мейірімді болған адам. Жақсы күндеріңде Алланы ұмытпа, сонда ол сені қиын күндерде есіне алады. Нағыз мұсылман аузымен де, қолымен де ешкімге зиян келтірмеген адам. Тамақтануға отырғаныңда аш жүргендерді есіңе ал. Жақсылық жасамағандарға жақсылық жасалмайды. Шындығында ең үлкен бақыт шынайылық және адалдықта. Ер адамның ең жаман қасиеті шектен тыс уайымдау мен шектен тыс қорқақтық. Ең жақсы сұлулық ақылда. Өзін таныған адам ғана Алланы таниды. Нағыз кемелденген адам өз туысқандарын алаламай, олар жақсы не жаман болса да, бәрін бірдей сүйіп, жақсылық жасағаны. Жердің түбіне барсаң да білім іздеуді тоқтатпа. Біл, сенімен болған жағдай қайда қашсаң да орындалады. Пешенеңде жоқ болса, қанша қуғанмен сағымға айналады. Саған жақсылық жасамағандарға да жақсылық жасаудан тайсалма. Кешіре білмегенге кешірім жоқ. Әйелдер әлсіз және нәзік жаратылыс. Оларға қамқор болыңдар. Олардың дөрекіліктерін үнсіздікпен жеңіңдер. Баласы барлар олармен міндетті түрде бала болып ойнаңдар. Аз сөйлейтін адамның ақылы кемелденген. Мына 3 түрлі адам жәннатқа кірмейді. Ішімдікке құмартқандар, ағайынмен арасын үзгендер, сиқырға сенушілер. Адамдар да түйелер секілді. Жүздеген адамның ішінен сапарларда сенімді серігің болатынын әрең табасың.
күмәнің бар нәрсені қолға алма. Жақсы ойлап, жақсы сөз айт. Шақырған жерге ғана бар. Жәрдем етуді алдымен өзіңнен баста. Артылғаның болса, отбасыңды жарылқа. Тағы бірдеңең артылса, ағайын туысқаныңа бер. Олардан да артылып жатса, өзгелерге бер. Мінез құлқыңның сұлу болғанын қаласаң, жетімдерге мейірімділік жаса. Олардың басынан сипа, өзің ішетін тағамыңмен бөліс. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңдар. Алла алдындағы ең жақсы сөз шын сөз. Киімдерің жарасымды болсын. Ат-көліктеріңді жарамды ұстаңдар. Екі жағың мен екі аяғыңның ортасындағы мүшелеріңді күнәдан тый. Алла кімді сүйсе, соған өзгелердің ісін түсіріп қояды. Әмірдің сауға сұрауы арамдығы, қазының пара тілеуі діннен шыққаны. Егер 3 кісі болсаңдар, екеуің үшінші кісіден бөлініп, сырласпаңдар, өйткені бұл қылық оның ренішін оятады. Әйелдер әлсіз және нәзік жаратылыс, оларға қамқор болыңдар, олардың дөрекіліктерін үнсіздікпен жеңіңдер. Баласы барлар олармен міндетті түрде бала болып ойнаңдар. Аз сөйлейтін адамның ақылы кемелденген. Мына 3 түрлі адам жәннатқа кірмейді. Ішімдікке құмартқандар, ағайынмен арасын үзгендер, сиқырға сенушілер. Ойлаған ісіңіздің сәтті аяқталуы үшін оны жасырыңыз. Өйткені шындығында әрбір жақсылық жасаушыға қызғанышпен қарайтындар бар. Ішімдік барлық жамандықтың анасы. Егер өз бауырыңа деген жақсы көру сезімің болса, оны тезірек жеткізуге тырыс. Шындығында ең бақытты адам сынаққа түспегені. Ал егер басына үлкен сынақ түссе, сабыр сақтай алғаны.